Бүгінгі таңда адамзаттың өмір сүруі үшін маңызды фактордың бірі су. Жаңбыр және ауыз су, ауа райы, климат біздің ағзамыздың басым бөлігімен біз демалатын ауадағы оттегі барлығы теңіз арқылы беріледі және реттеледі. Алайда теңіз экожүйесі өзгерістерге ұшырауда. Соның салдары планета үшін, сондай-ақ адамдардың денсаулығы үшін мәселе тудыруы ықтимал. Физикалық тұрғыда қоқыс миллиондаған тонна пластикалық қалдықтарды мұхиттардың бетінен табылады. Қоқыс теңіз жануарлары мен құстардың 200-ден астам түріне зиян келтіреді және суға ол заттар шығарады. Мұхит Тынық мұхитына тасталған қоқыстың көлемі 70 мың шаршы шақырымды құрайды. Электр станциялары мұхиттарда ағызатын пайдаланылатын судың температурасы жергілікті түрде жоғарылатады. Бұл осындай температурада өмір сүретін алмайтын тіршілік иелерінің жаппай қырылуына алып келеді. Мұхит бұрыннан радиоактивті қалдықтардың отанына айналды. Зерттеулерге сәйкес бүгінде мұхиттарда радиоактивті заттар өте көп, олардың саны 30-ға да жетеді. 20 ғасырдың екінші жартысынан бастап тартылып, бүгінде әлемнің көлемі бойынша 4-ші орынға ие болған көлі жаһандық мәселеге кіретін тұз ошағына айналды. Теңіздің тартылған орны шөлге айналып, халықтың денсаулығына кері әсерін тигізетін экологиялық апатқа ұласты. Арал теңізін сақтау жөніндегі халықаралық шаралар 1990 жылы 24-26 қаңтар аралығында Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған орта бағдарламасының ұсынысымен жасалып, 11-12 қарашада хаттамаға қол қойылып, келісім заңды түрде бекітілді. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы 4 наурызда Қазақстанның экология министрлігімен бірлесіп, Іле-Балқаш өңірінің экожүйелерін қалпына келтіру жөніндегі жобаны іске қосатынын жариялады. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының Қазақстандағы тұрақты өкілі Якуб Перештің айтуынша, экожүйелерді және биоалуан түрліліктің негізгі түрлерін флора мен фаунаның қалпына келтіру, өңірдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығымен қамтамасыз ету, сондай-ақ жабайы табиғатты қорғау үшін маңызды шарт болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымы бастамасымен жарияланған конвенциялар 1982 жылдың теңіз құқығы туралы Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясы 1972 жылғы қалдықтар мен басқа да материалдар төгінділерінің теңіз ластануын болдырмау жөніндегі конвенция, 1971 және 74 жылдардағы мұнаймен ластанудан келтірілген залалды өтеу үшін халықаралық қор құру туралы халықаралық конвенция, 1996 жылғы қауіпті және зиянды заттарды теңізбен тасымалдауға байланысты залал үшін жауапкершілік және өтемақы туралы халықаралық конвенция және тағы да басқалары. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті аумағында студенттердің сенат, сұңқар тәрізді өзіндік ұйымдары бар. Бұл ұйымдар қарсаңында әр сенбі сайын студенттер волонтерлермен бірге отырып сенбіліктер ұйымдастырады. Бұл сенбіліктің негізгі мақсаты жасыл экология мен теңіз экожүйелерін сақтау бойынша және тек жасыл экологияны сақтап қана қоймай, теңіз экожүйесін жақсарту мен қорғау мақсатында су жолдары мен су арналарын, сондай-ақ бактарды тазартумен айналысу болып табылады. Су жүйесін ретке келтіру мақсатында да көптеген жұмыстар ұдайы жүргізіліп отырады. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті теңіз экожүйелерін сақтау мақсатында Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының жариялаған қағидаттары мен шарттарын толықтай қабылдай отырып, өз үлесін қосуға мүдделі. Әлемді сақтап қалу біздің қолымызда.